Жанжаухан деген Қытайда ғұлама врач бар. Ол өзінің әйелін осы нүктелер арқылы емдеген. Ол кісінің әйелі онкологиямен ауырған. 7 түрлі точканы басқан кезінде әрбір нүкте, әрбір органды қалпына келуіне, ауруынан құтылуына арналған. Мысалға, егерде қолы ауыратын болса, мына қолда осы жерде нүкте бар. Тізе ауыратын болса, тізеде нүкте бар. Жағың ауыратын болса, жағыңда нүкте бар. Басың ауырса, басыңда бар. Арқада бүкіл денеге отвечать ететін 7 түрлі точкалар бар. 7 түрлі сол точканы басқан кезде, ұқалаған кезінде, қан айналым жақсартып, лимфотокты жақсартқан кезде, анау орган өз қалпына келіп, қайтадан баяғыдай жұмыс істеп бастайды. Себебі біздің организм өз-өзін қалыпқа келтіре алатын, өзін-өзі регуляция жасайтын мықты механизм. Осы 7 түрлі нүкте арқылы сауықтыруға арналған нүктелер.